Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен шайға өте нәзік, дәмді түрік халқының тәтті печеньесінің дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Толық грамдары мен мөлшерін төмендегі описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ал ендеше бастаймыз. Үй температурасындағы жұмсақ сары майға қант ұнтағын, жүгері крахмалын, сұйық майды, жұмыртқа, апельсиннің цедрасын және сол бір апельсиннің шырынын құйып араластырамыз. Елегіштен өткізілген ұнымызға қопсытқышты және ванилин қантын қосып, жұмсақтау етіп, сәл қолға жабысатын үлпілдеген қамыр илейміз. Жұп-жұмсақ қамырымыз иленіп дайын болды. Енді домалақ формаға келтіріп печенье жасаймыз. Алдын ала қыздырып алған 180 градус пеште шамамен 15 минут пісіреміз. Печеньелеріміз осылай қызармай ақшыл болып піседі. Үстіне кез келген шоколадты ерітіп, осылай әсемдесеңіздер болады. Видео рецептім пайдалы болса, лайк басып, пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдыра отырыңыздар.